Сәлем достар, бүгін сіздерге киімдегі дақтарды қалай ағартудың жолын көрсететін боламын. Менің осы ұлымның ақ түсті киімдері және басқа да түсті киімдерінде дақтар қалып қойған. Қанша оны детский режиммен жусам да ешқандай кетпейтін. Енді бір лайфқа көрсетейін. Осыдан менің киімдерім жақсы кетіп, нәтижесі жақсы болды. Соны сіздермен бөліскім келіп отыр. Алдымен жарты кір сабынды алып, оны жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Егер киімдеріңіз өте көп болса, мысалы үлкен легенге бір кір сабынды қолдансаңыздар да болады. Осылай жақсылап үккіштен өткізіп аламыз. Оның үстіне сұйық май қосамыз. Шамамен 2-3 қасықтай сұйық май кетеді. Және де дүкеннен кез келген пятноводитель алып қоссаңыздар болады. Көбінесе Фаберликтің де пятноводительдері жақсы көмектеседі. Мен осындай шамамен 200 теңгелік пятноводитель алдым дүкеннен. Және де кез келген порошокты қосасыздар. Шамамен бұл порошоктан 3-4 қасықтай қосты. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суларыңызды құясыздар. Біздің осы барлық жаңағы құрамдар араласып бір келкі болу керек. Кір сабынымыз да жақсылап езілу керек. Жақсылап оларды араластырып аламыз. Осылай бір келкетіп араластырып, ертіп алғаннан кейін киімдердің барлығын біртіндеп салып шықтым. Енді менде аса көп киім жоқ болды. Сондықтан маған осы бір көлемдегі легенге құйылған су жетті. Сіздер бұдан да үлкен легенге 2 есе қып қосып жасасаңыздар болады. Жақсылап батырып, үстін пищевой пленкамен, кез келген салафанмен жақсылап жауып 4-5 сағатқа қалдырасыздар. 4-5 сағаттан кейін алып кір машинасына бір жуып аласыздар. Міне өте әппақ, жеңіндегі сап-сары дақтар қанша уақыт кетпей жүрген. Мына футболкасының алдындағы тамақтың, помидордың дақтары барлығы кетіп, кәдімгідей әппақ болып қалды. Әсіресе осы киімі өте қатты дақ түскен етін, прям әдемі болып қалды. Өзіме осы ұнады.